Сәлем, iPhone-ның скриншотты қаншалықты мықты екенін қазір көресіздер. Күнделікті өмірде скриншотты осылай қырқып жасап пайдаланып жүрген шығарсыздар, бірақ мына төмендегі кішкентай плюсикті бассаңыздар, ішінде Magnifier деген бар. Сол арқылы бір приложенияны ерекше етіп белгілеу үшін осылай жақындатып жасайсыздар қалағаныңызда, содан кейін үстінен тағы плюсикті басып opacity деген бассаңыздар, осылай басқа приложенияларды аппақ етіп жасауға болады, және қарындашты пайдаланып стрелка қойып, өйстіп ерекше етіп белгілеп қойсаңыздар болады. Келесі веб-сайттарда скриншоттар жасаған кезде, төбесінде full page'ті бассаңыздар, осылай үлкен етіп көруге болады. Және де бұны сақтаған кезде PDF файл ретінде сақталады. Бұл кітап сияқты нәрселерді скриншотында пайдалы. Келесі осындай онлайн контрактты немесе документке қол қою керек болатын болса, онлайн осы жерде жаңа плюсикті бассаңыздар, signature деген бар. Соған өз қолдарыңызды қойып, оны үлкейтіп, кішірейтіп, осылай размерін өздеріңіз жасап аласыздар. Қол қоюдан бөлек